Жаңа оқу жылы қарсаңында көші-қонысымен бәйек болған түркістандықтар да қарбалас. Облыс орталығында мектепке жол акциясы басталды. Аталмыш шара аясында биыл рухани шаһарда 1361 оқушы мектепке қажетті заттармен қамтылатын болады. Олардың 900-іне демеушілер есебінен көмек көрсетілсе, қалғаны мемлекет тарапынан. Толық ақпар Түркістандағы тілшілер дайындаған бейне материалда. Дәурен биыл 5-ші сыныпты бітірді. Болашақта ол құқық қорғау саласында қызмет етуді армандайды. Мектепте мейлінше үздік оқуға тырысатын ол бүгін жаңа оқу жылына тас түйін дайын болды. Мемлекет қамқорлығының арқасында оған мектепке қажетті құралдар мен киім-кешек табыс етілді. Мен болашақта милиция болғым келеді, оған көмек беріп жатқан ағаларымызға көп рахмет. Мен милиция болу үшін жақсы оқып тырысып жатырмын. Оған көмектесіп жатқан ағаларға мыңда бір рахмет. Достарыма сабақты жақсы оқуға тілектеспін. Жалпы Түркістанда биыл мектепке жол акциясын өткізу үшін бюджеттен 18.460.000 теңге жұмсалған. Оған 461 оқушының қажеттісі түгенделді. Қалғаны қаладағы жаны жомарт жандар есебінен қамтамасыз етілуде. Бір қуантарлығы акцияға атсалысушылар жылдағыдан арта түсуде. Мәселен, былтыр қалада демеушілер есебінен 700 оқушы қамтамасыз етілсе, биылғы бала саны 900-ге жеткен. 1360 балаға биыл көмек көрсетілген отыр. Оның ішінде 900 балаға осы біздің қаламыздағы жаны жомарт жайсаң азаматтарымыз өздерінің үлесін қосып отқан жағдайы бар. Халық жағындағы айтқандай 460 балаға 18.460.000 теңге қаржы бөліп, жатқан осы балалардың керек жарағын алып беріп, арға жатқан солардың сапалы білім алуына барынша мүмкіндікше жағдай жасау. Былтыр 17 миллиард теңгесі осы білім саласына жұмсалса, биыл 20 миллиард теңге қаржы осы тек қана білім саласына, яғни сол 50%-ның астамы 33 миллиардтың 20 миллиарды тек қана білім саласына жұмсалып жатқан жағдайымыз бар. Тағы санаулы күндерден кейін барлық білім ошақтарында күміс қоңырау үні естіледі. Түркістандағы мектепке жол акциясы сабақ басталғанына қарамастан қыркүйек айының алғашқы 10 күндігіне дейін жалғаспақ. Түркістан қаласынан Мадина Әсембек, Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Мұхаммұратұлы, оңтүстік ақпарат.